Барлығыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өте күшті приложение айтатын боламын. Бұл приложение тура кеш ал кем секілді, және де бұл жерден де біз дем арасында тез жарты доллар табатын боламыз. Яғни PayPal'дан шығаруға болатын минимальный сумма $1 болатын болса, біз кеш ал кемнен жарты доллар, осы приложениеден жарты доллар тез істейміз. Одан кейін барып PayPal'дан ақша өзіміздің кивимізға немесе картамызға ақша шығарып ала аламыз. Қазір осы приложение жайлы мен толығымен айтамын, және де қанша бонус беретінін айтамын, және де өзім 1 сағат осы приложениеде тұрамын. 1 сағаттың ішінде қанша жинағанын көрсетемін. Әрине, если минимальный суммаға жетсем 1 сағатта, оны да шығарып көрсететін боламын. Кеш ал кемді мен 1 сағатта жетпеген болатынмын минимальный суммаға, себебі біраз жұмыстарым болып қалды өзімнің. Одан кейін бірақ ертесіне өздеріңіз білесіздер, PayPal'ға ақша шығарып көрсеттім. Көрмегендер болса, міне біріншісі мынау монета, күліп тұрған монета бірінші видео, приложение жайлы толық айтқан. Ал екіншісі міне монета, күліп тұрған монета, ақша шығардым деген, ол ақша шығарған видеом. Ал енді осы каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіз, лайк баспаған болсаңыздар осы видеоға лайк басыңыздар, комментария барлығыңыз жазыңыздар. Сіздерден кішігірім өтініш, комментария көрген адам барлық комментария жаза беріңіздер. Және де қоңыраушаны баспаған болсаңыз сіздер басып қойсаңыз болады. Және де каналға тіркелеміз. Ал енді видеоны соңына дейін көреміз. Қазір мен видеоны бастаймын. Себебі бұл жерде сіздер ешқандай қиындықсыз жарты доллар істеп аласыздар. Және де өздеріңіз көргенде міне кешамал менде әлі тұр, әлі де өзім қолданып жүрмін. Және де тағы да 5-6 приложение бар, әлі айту керек. Бірақ осы көптеу прибыль келген соң осыны айтып жатырмын. Қазір қараңыздар. Приложение аты GetPaid деп аталады. Мен бұл жерден өзімнің реф-ссылкамды қоймайтын боламын. Сол себепті де кім бірінші көріп маған телеграмға өзінің реф-ссылкасын лақтырады, сол адамның реф-ссылкасын қоямын. GetPaid деген сіз Play Market'тен тартасыз ең бірінші, одан кейін барып настройкаға кіресіз. Мені пригласить друзей басасыз. Одан кейін телеграм таңдап, телеграмнан маған менің группамның комментариясына жіберетін болсаңыз, сол ссылканы алып мен закрепленныйға қоям. YouTube'қа описанияға қоям, одан кейін телеграмға мен закрепленный пост қып қоям. Сол себепті де қараңыздар, 250 монета береді әр досқа. Яғни мен сіздің ссылкаңыз қоям. И сіз сол ссылкадан 10 адам келсе, почти 3000-4000 монетаға дейін жинап ала аласыз. Сізге ең бірінші кім көреді, сол адам ссылкасын жіберсе, солай ақша табуына болады. Ал енді көргендеріңіз бізге 9444 монета бонусқа берді. Жай ғана бонусқа берді. И бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір менде мои приложение, ешқандай приложение жоқ маған берген. Оның есесіне бірақ избранный да. Қараңыздар, бестади. Әр күн сайын 564 беретін монета беретін приложение бар екен. Соны ойнап көретін боламыз біз қазір. Бұл жерде қараңыздар. Сіздерге берілген задание ең бірінші мои приложениеге осы жерге шығып тұрады. Қазір өздеріңіз көргендей жоқ. Себебі біз наны ойнау керекпіз. Сол кезден кейін шығады. Қараңыздар, бестади мен қазір кірем. Осы жерден тартып аламыз Play Market'тен. Мына Play Market'тен ашты. Көргендеріңізде осыны тартамыз. Және де осыны әр күн сайын ойнағанымызға 564 монета береді. Мен осы приложениені қазір бұл приложениені скачать еткеннен кейін ойнамай қойсақ та болады. Мен 1 сағат просто қосып қойып, соткын өшіп қалмас үшін қарап отырам. 1 сағаттың ішінде қанша монета беретін видеоның соңында көреміз. Және де 10.000-ға жететін болса, біз шығарып аламыз. Қазір қалай шығаратын барлығын толығымен көрсететін болам. Бірінші скачать етіп алайық, қараңыздар. Пока скачать етіле берсін. Бұл жерде 9444 деген ол. Міне 9998 жинасақ, ол жарты доллар. Яғни 225 теңге примерно. 220 теңге ма? Ал енді өздеріңіз ойланыңыздар. Бізге оны жинау үшін просто 564. Яғни осы приложениені ойнасақ болды. Примерно осы приложениені бір күн ойнаймыз. Одан кейін осы монетаны жинап аламыз. Қазір мен 1 сағат тұрам. Қанша жиналатын көреміз. Және де өздеріңіз білесіздер, кеш ML-да да дәл осындай 9444 бонус береді. Ары қарай жинап алу оп-оңай. Мен полностью жинап көрсеттім барлығын. Көрмеген болсаңыздар, алдыңғы видеолар қарасаңыздар болады.
Одан кейін осы жерден PayPal'ға шығарып көрсететін боламын мен осы видеоның соңында. Әрине жететін болсақ, әрине мен өзім жетемін деп ойлаймын енді. Әлі тартылып болмады. Одан бөлек бұл жерде тоже настройкаларын өздеріңізде достарыңыз шақырсаңыздар болады. Және де маған жаңағы бірінші көрген адам жіберсе болады. И информация помощь кез келген сұрақтарыңыз болатын болса, выплата жайлы, регистрация жайлы, аккаунт жайлы, достарыңыз жайлы сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Міне активность, міне осы жерден связаться деген басып. Жалпы бұл жерде осы заданиялардың бәрі осы жерге шығады. Мен мынау мои приложения деген жерге шығады. Мен түсінгенім бойынша ол үшін бірінші осы заданияны орындау керек бізге. Ең бірінші заданияны. Установка жасалып жатыр. Және көптеген ойындар, азартный ойындар, бірден конторалар сондай ойындардың көбі шығуы мүмкін. Ондай ойынды ойнамауға болады. Бізге просто 1 сағат қойып қоямыз болды. Мысалы мен карта өзім ойнамаймын. Просто қарап қоямыз болды. Менде ойын ашылды. Ойын скачать етіліп болды. Енді осы жерден кіреміз. Загрузка ұзақ болып кеткен сияқты. Мына жер көрейік. Міне ойын ашылды. Басынан кеп көрейін мен. Saat ровно 6 болды. Яғни видео 7-тен асқанда шығады. Міне бізге 5 минуттан 46 бонус берем деп тұр, уже шықты. Көргендеріңізде біздің заданиялар мои приложенияға шықты. Басамыз. Ойын ашылды. 6-тан бастап мен 7-ге дейін тұрамын. Дауысын өшесілайын, 7-ге дейін осы приложениеде болатын болам. 7-тен кейін менде қанша ақша жиналып барлығын көретін боламыз. Міне дәл қазір 6-дан 52 минут өтті. Мен яғни 6-да осы ойынға кіргем. 52 минут бойы мен осы ойында тұрдым. Ештеңе жасамадым. Просто тұрдым. Мен компьютерда әр нәрсе істеп отырдым. Просто экран өшірмеу үшін басып отырдым анда-санда. Ал енді приложенияға оралып, қанша осы ойыннан почти 50 минутта қанша түскенін көретін боламыз. Міне 9904, яғни маған 460 монета түсті 50 минутта. Почти 1 сағат отқан кезде мен уже 9998-ге жеткізіп алатын едім. Көздеріңіз көргендей, менде қазір избранныйда ештеңе жоқ. Тек қана осы бір ғана задания. Және де бұл заданиядан өздеріңіз көргендей 1 сағат ішінде 9998-ге жеткізуге болады. Яғни сіздер минимальный суммаға примерно 1 сағаттан сәл асқы уақытта жеткізесіздер. Қараңыздар, менде 9998 теңге минимальный сумма, менде 9904. Яғни тағы да бір 20 минут отқанда, 25 минут отқан кезде уже менде 9998 болатын еді. Мына жерде жазылған, әр 5 минут сайын 46 монета деп тағы да кіріп кетті. Яғни өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұл жерде де жарты долларды жасау вообще қиын емес. Почти мен 50 минутта жарты долларға жақындап қалдым.
тағы да сәл отқан кезде уже минимальный сумманы шығаратын едім. Және де бүгін кешке мен минимальный сумманы шығарып өзімнің телеграм каналыма салам, немесе келесі видеода просто PayPal'дан көрсететін болам. Бұл жерде де евромен түсетін шығар. Алдыңғы кеш алкемді өздеріңіз көргендей кеш амалыма ода евромен түскен. Евромен $0,5 0,45 па евро болады, сол түскен. Өздеріңіз көргендей қатты қиын емес шығару. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар. Осы приложениені қолданады деген үміттемін. Және де басында айтқандағыдай, өздеріңіздің реф ссылкаларыңызды мен телеграмда комментарийға тастасаңыздар болады. Мен закрепить етіп қоятын болам. Сау болыңыздар.